Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Нұртас Оңдасынов атындағы нөмірі 5-ші жалпы орта білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Мұратова Мөлдір Мұратқызы. Білім алушымен бірге ғылыми жұмысымның тақырыбын шашпау қыздың көркі деп таңдап алдық. Бұл тақырыпты таңдаудағы негізгі мақсатымыз алдымен қазақ халқының ерекшелігінің, соның ішіндегі қыз баланың тәрбиесінің рөлі, сонымен қатар қазақ халқының ұлттық мұрасы болып келетін шашпау туралы негізгі ұғымдарды түсіндіру және шашқа байланысты ырым-тыйым сөздердің мағынасын қыз балаларымызға түсіндіру, қыз балалардың қазіргі кездегі шаштарының қысқарып, ұзын шашты қыздарымыздың азайып бара жатқандығының негізге ала отырып осы тақырыпты таңдап алдық. Тақырыпты таңдау мақсатында біз білім алушымызбен бірге көптеген зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Атап айтар болсақ, алдымен теориялық білімге негізге сүйене отырып, шашпау туралы толықтай мәліметті игере отырып, шашпаудың жасалу жолдарын, шашпауды қалай жасайды, немен жасайды, қайда жасайды деген сұрақтарға жауап іздеу мақсатында Маңғыстау облысының тарихи өлкетану мұражайындағы Серікқали зергер ағамызбен бірге зерделей отырып, шеберханасында болып, білім алушымызбен шашпаудың жасалу жолдары, шашпауға қажетті құрал жабдықтар, шашпаудың жасалудағы негізгі ерекшеліктері туралы толық мәліметімізді игердік. Осы білімімізді игере отырып, Маңғыстау облысындағы Абай атындағы мәдени демалыс орындағы Жорға би ансамблінің бишілерімен және жетекшісі Серік Сарифпен жүздесе отырып, шашпаудың қыз баланың негізіндегі, қыз баланың тәрбиесіндегі рөлін анықтай отырып, қандай мақсатта, не үшін қолданылатын оқушымен бірге дәлелдеп, зерделеп келеміз. Ендеше осы ғылыми жұмысымызды әрімен зерделеп отырып, Маңғыстау облысындағы шашпаудың ерекшелігі, жасалу жолының ерекшелігі және тәрбиедегі негізгі рөлін анықтау мақсатында жұмысымызды әрімен зерделеп, жетелеп келеміз.